Сәлем достар, мен сіздерге бүгін YouTube каналында мынандай цельновязанная планка дейді. Қатты тоқылған жиек деп айтсақ болатын шығар. Мынау мысалға обычно тоқылған жағы, а мынау жаңағыдай цельновязанный қатты тоқылған жиегі. Оны қалай тоқуға болады? Бұл негізі мына планка косынка тоқығанда жиектері қайтарып кетпеу үшін, тік тұру үшін жақсы болады. Мынау сияқты қайырылып кетпейді мына жағы. Мысалға менде мынау орамал, осы орамалдың бір жақ шеті мынандай убавка жасалғанда, екінші жақ шеті жай тоқылған. Мынандай тіп тоқымаған, жай тоқылған обычно бұлайтпен. Егерде косынка орамалдарға, шарф, палантиндерге осылай тоқса, жиегі қайырмай, мынау сияқты қайырмай, мына қатты тегіс болып тұрады. Жиектің тегіс болуына, жиектің тегіс болып тұру үшін жақсы осы тоқыма түрін сіздерге көрсететін боламын. Қатты тоқылған жиекті тоқу үшін біздерге мен Silver 740 машинасында көрсетем. Ол үшін бірінші кареткамыздың настройкасын қойуымыз керек. Мына частичное вязание дейді, бөлшектеп тоқуды. Сол жағында бөлшектеп тоқуды мына бірге қоям. Мына жағы екіде тұр. Қалған ештеңе өзгермейді. Ал егерде LK150, LK150-де тоқитын болсаңыз, онда бөлшектеп тоқудың рычагы мына жақта. Қай жақты сіз планка түсіресіз, жаңағыдай цельновязанный планка. Сол жақтың рычагын бөлшектеп тоқуға қоясыз. Мен мына жақтан бастасам, мына жақтыкін қоям, мына жақтан тоқитын болсам, мына жақтыкін қоям. Бір жағын бөлшектеп тоқуға қоямыз рычагын. Каретканың настройкасы осылай болады. Енді инеге келетін болсақ, инеде мына жерде бірге бір линейканы аламда, мына каретка бізде оң жақтың рычагын бөлшектеп тоқуға қойдық. Бір жағы екіде тұр, бір жағы бөлшектеп тоқуда тұр. Осы оң жақтағы инені шеткі, үш инені бірде-бір линейкамен алға жылжытамын. Бізде сонда міне осылай болады. Содан кейін мына каретканы тоқып бір рет жүргенде мына алға шығарылған ине бөлшектеп тоқу рычагын ауыстырған жақта тоқылған жоқ. Ал екінші ретте бұл тоқылып кетеді. Керіде былай үш инені алға шығарамыз. И сосын тоқимын. Каретка сол жақта. Енді екінші рет тоқығанда мына инелер өз орнына келеді. Тоқылып кетеді бұлар. Тағы да бірлеп көрсетейін. Үш инені шығардым алға. Бірге бір линейкасымен тоқимыз. Міне тоқылған образецті мен қазір сіздерге көрсететін боламын. Мына теріс жағы, мына жағын қараңыздар, ал мына жағын қараңыздар, салыстырып көргенде көрініп тұрушы. Мына жағы қайырылып кете береді, ал мына жағы қайырылмай тегіс тұрады. Ал мына жағы мынандай. Әдемі болып шықты. Осылай етіп тоқып, бөлшектеп тоқу арқылы тоқысаңыздар, киімдеріңіздің жиектері қайырылмай әдемі тегіс тұратын болады. Мына вото жасалмаған күйде біздің тоқыған үлгіміз осылай болып тұр. Мына жай тоқылған жиек былай қайырылып тұр, ал мына біздің жаңа тоқыған неміз онша қайырып тұрған жоқ. Бұл влажный вото жасалғаннан кейін мына жағы тіптен әдемі болады деп ойлаймын. Қазір оны да салатын болам. Міне мынау оң жағы, мынау теріс жағы. Қазір мен мына немді тоқыған үлгімді вото жасап көрсететін боламын. Жалпы вотоны мен бірінші утюгпен жасаймын. Ол үшін парым қосам да. Бұл шыққан кезде жайлап, қатты тегізбей, жайлап бетін жұқалап басып, буымен өтектеп шығам. Өтектің табанын тегізбеймін, тек буымен. Міне біздің тоқылған планкамыз. Осындай болды. Ішкі жағы. Тоқылған жақ. Мынандай болып тұр. Назарларыңызға рахмет. Егер де менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий
білдіріп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер.